Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Менің каналымда осы жаңа Айдар пайда болғанын білесіздер. Ол Айдар мен қалай орамал тақтым деп аталады. Осы орамалда жүрген әпке сіңілдеріміздің қалай орамал таққаны жөнінде хикаясын бірге еститін боламыз. Егер сіздердің де өздеріңіздің оқиғаларыңыз болса, осы видеоның астында комментарийда қалдырыңыздар. Ал бүгінгі менің қонағым ол Ару, міне жанымда отыр, айдай сұлу болып. Ол бүгін өзінің орамал тағу оқиғасы жөнінде айтып береді. Ол өзі журналист, үш баланың анасы. Журналист, артық айтып кеттің. Блогер, және міне Инстаграм оның аккаунты мына астында шығатын болады. Сол жерде жазылып қойсаңыздар болады. Арудың Инстаграмдағы парақшасы өте қызық, небір қызық оқиғалары бар онда. Енді сол қызық оқиғалардың бірін бүгін еститін боласыздар. Қазір бізге айтып береді. Аз мақтадың, тағы да мақтар. Айызым қанбай қалып, айтпаймын дұрыстап мақтамасаң дейсің. Сәлем, ассалаумалейкум. Марфуғаның барша оқырмандары. Мен танымайтын болсаңыздар, біріншіден менің парақшама кіріп танысыңыздар деймін. Екіншіден, алдын ала ескертіп қояйын, үйрене беріңіздер. Мен тез сөйлеймін, және осылай тез сөйлеймін, күле беремін, көп сөйлеймін дейсің. Енді тұнып тұрған позитив, өзі бастан аяқ көріп тұрсыздар, парақшасында дәл сондай. Жалпы енді Ару, енді исламға келгеннен кейін, енді намаз оқу әңгіме бір бөлек, бірақ енді орамал тағу қыздар үшін бір оңай қадам болмайды. Сенің басыңнан қалай өтті бұл оқиға, сен қалай келдің, қалай шешім қабылдадың, намаз бен орамалды бірге бастадың ба, әлде қалай болды, сол туралы айтып берші. Негізі намаз қазір не болған, бір керемет хит болып жатқан Правдина, анау мынау феншуй, сонымен айналысып жүрдім, Құдай сақтасын. Негізі Аллах тағала өзі тура жолға саламын десе, ол кез келген адамды тура жолға салады екен. Енді жұрттан асып бара жатқан тақуалығынан емес, просто Аллах қалап сондай бір жаман нәрсемен былай қарасаң, феншуй негізі ол нәрселер жақсы емес қой. Тіпті мен соншалықты фанат болғаным бар, арнайы бүкіл үйден келген ақшаны киім алмаймын, тамақ алмаймын, бүкіл ақшаны барып сол кітаптарды сатып алатын. Сосын андай Атакенттен феншуйдың бір бутигі болды, сол жақтан бақасын, құр бақасын, тасбақ, тіпті компас сатып алдым да бөлмеме келемін жатақханада. Так, сол жақ, оң жақ, мына жақ зона огня, мына жаққа свечка қоюым керек. Так, мына жақ зона земли, мына жерге тас алып келуім керек деп даладан тастар алып келіп, гүл сатып алып, соның топырақтар алып келіп, сөйтіп сондай бір адасудың ортасында жүрген кезде Аллах тағала өзі қалап енді осы жолға түсірді, бірақ бұл маған оңай болған жоқ. Негізі оқыдым кітаптар, бірақ андай миым басқаға беріліп кеткендіктен бірден қабылдаған жоқпын. Себебі маған исламдағы адам Алланың құлы деген сөз маған мүлдем ұнаған жоқ. Оқыдым да бірден отвращение пайда болды. Қалай мен құл, мен еркін адаммын, мен құл емеспін ешкімге деген. Сосын мен ол кітапты лақтырып тастадым да, мен құл емеспін ешкімге деп. Себебі анда позитивный қазір психология, мен өз өмірімнің несімін, иесімін, вселенная, я сама счастье, я сама любовь, я кую свою жизнь, өзімнің тағдырымның бастығымын, жазушысымын деген сияқты нәрселер айтасың күнде. Соған басым беріліп кеткен сонша, мен мысалға не істеген жоқпын, мүлдем қабылдаған жоқпын. Бірақ сонымен қатар түс көретін болдым. Түсімде мен намаз оқып жатқанымды көремін. Сосын бірақ мойындағым келген жоқ. Ұнайтын сол түстер, бірақ мойындағым келген жоқ. Дегенмен бір уақыт өте келе бір сынақтар болды. Мен емес, мен болса мүмкін бұлай мән бермес едім. Маған ең жақын адамдарымен болды, өзімнің бауырыммен. Қатты ойландырды сол нәрсе. Сол кезде мен қанша уақыт тасбақаларға, бақаларға, былай айтқанда табынбасам да соларға сеніп жүргенде, дәл сол қиын кезде мен Аллахқа сыйындым да, осы нәрседен жақсы өтіп кетсем, мен міндетті түрде ана кітаптардың бәрін ашып, қайтып қарайтын боламын деп ше. Себебі ол өте қиын жағдай болды. Оны туралы айтқым келмейді, бірақ жалпы бір үлкен сынақ болды. Сосын содан кейін ол өткеннен кейін бөлмеме келіп, ана кілең заттарға қарадым да, ойбай қиналғанда сендерді ұмытып кеттім ғой, сендердің қажеттерің шөті жоқ сияқты ғой дедім де, бір уақыт соның бәрін жинадым да, шындап та кәдімгі оқыдым, ұнады. Бірақ сонда да... Қалай кітап еді ол?
есіңде ма? Жоқ, есімде емес, бірақ бұл кезде менің құрбымның жігіті намаз оқитын болды, сол құрбыма кітаптар алып келетін болды, бірақ құрбым оқымайтын оны. Енді ол да өзінше қызына әсер еткісі келіп, сол кітаптарды бір кішкентай брошюралар, мысалға таухид дегенне, анау дегенне, сосын кейбір нәрселерін әрине қабылдағым келмейді, сосын оны сұрайтын ана жігіт келген кезде, неге мына жерде былай жазылып тұр, мынау деген бір түрлі ғой деп ше, неге мынау слишком бізден қатты нәрсе талап етіп отқан жоқ па, Аллах не сонда біздің намазымызға мұқтаж ба деген сияқты нәрсе сұрайтын. Сол кезде ол ерінбей маған түсіндіретін. Соның түсіндіргеннің де әсері бар. Енді әсер ететін нәрселер көп болды. Аллахтың өзі бір сөйтіп жолымды ашты. Сол кезде бір өзімнің басымда да бір сынақтар болды. Бір еркектер маған тек әдемі қыз сияқты қарайтындай болды да, и сол кезде қосымша намаз оқитын балдарды кезім, олар маған вообще қарамайды дейсің. Вообще қарамайды, менсінбейді мен. Өздері андай жақсы балдар да, мен идеалымдағы балдар, салмақты, сабырлы. Сосын ойлайтын, да, мен мынандай болып жүре берсем, маған ешқашанда мындай жігіт қарамайды екен ғой деші. Ол кезде мен Аллах разылығы туралы ойлаған жоқпын, шын айтайын. Себебі ол нәрсенің не екенін білген жоқпын. Мен просто ол кезде ойлағаным жоспар болды да, как бы мен Аллахнан айттым, сіңілім нормально шықса, мен осыны оқимын деп айттым, болды, істеуім керек. Сосын екінші, так, мен уже күйеуге шығатын уақытым жазады. Мына жігіттердің бәрі кілең шошаңдаған, ырбаңдаған. Мен өзім сондай жігіттер таптым. Значит, басқа жігіт тарту үшін мен өзім басқа болуым керек. Яғни бұл ешқандай Аллах разылығы деген нәрсе жоқ болады да бұл жерде. Чисто біреу үшін істеп жатқан нәрсе болды да ол кезде. Дегенмен соның бәрі әсер етті. Кітап оқуыма, білім жинауыма әсер етті. Ұнады, жайлап жүрегіме, жайлап қона бастады. Бірақ намаз бастауыма кедергі болған осы орамал болады. Орамалға бола мен 1 жыл жүрдім намаз бастамай. Бүкіл сүрелер жаттап алдым. Намаздағы тек қана 3 сүре емес, аятул күрсінде, бүкіл дұғалардың да бәрін жаттап алдым, дәрет алуды да білем. Бір 10 шақты сүрені жаттап алдым. Бірақ жаңағы орамал туралы ойласам, мен орамалмен Құдай сақташы ұзын киіп, Құдай сақтасын, ешқашан деп ше. Сосын сол ішінде орамал тағатын қыздарды қатты жек көретінмін, кәдімгі жек көретінмін. Сосын олармен ұрсатынмын. Қазақта мұндай жоқ деген. Тіпті телевидениеға шығып та, мен мысалға деген мұндай болғанда деп айтқан кездерім болды да, мысалға. Ужас, оның бәрін неге айтып отырмын мен? 2 бетім қызарып кетті ғой. Сөйтіп отырдым, бірақ бір ораза кезі болды. Сол кезде мен бүкіл немді басып, осы оразаны дұрыс Аллах разылығы үшін ұстайыншы. Оған дейін ораза ұстап жүрді, мода болды жалпы жұртақта бізде ораза кезінде бәріміз ораза ұстайтынбыз. Ол намаз оқитын бар, оқымайтын бар, ішетін бар, шегетін бар бәрі. Бір жағынан ол жақсы да, мейлі мода үшін болса да ұстаған жақсы. Сол уақытта білмеймін, мода үшін ұстадым. Ауызашарлар өткізуші. Сол ұнайтын маған. Ақшасы жоқ студентке сол керек қой, тегін тамақ ішу дейсің. Соны сөйтіп, бірақ осы жол, оған дейін ұстап жүрдім ғой, сөйтіп модаға үйлесіп, бірақ осы жолы ойладым, шындап қалай ұстау керек, солай ұстайын дедім. Ешқайда барған жоқпын, сөйлескен жоқпын, жатақханада бір бөлмеде жалғыз тұрдым. Сол уақытта бүкіл кітаптарды алып, ауызашарға барған кезде тек андай намаз оқитын адамдар өткізсе ғана баратын болдым. Намаз оқымайтын адамдар өткізбесе бармайтынмын. Себебі неге? Сен намаз оқитындар өткізгенде олар бір уағыз айтады. Олар жай шақырып қоймайды. Аналар просто тамақ беру керек, солай. Соны байқадым да, сосын тек сондай жерге баратын болдым. Сондай бір күні, Рамазанның соңғы 10 күні бірінде, сол намаз туралы, орамал туралы әңгіме болды. Намаз туралы болды. Сосын мен айттым, жоқ, намаздың керек екенін бәріміз білеміз, бұйырса бәріміз де оқимыз ғой, бір күні деді. Сонда манағы бір кісі, бір жігіт, бәріміз бірге, ол кезде жігіт қыздар бәрі бірігіп өтеді онда. Намаз оқитын жігіт. Сол айтты, қай күні деді, сенде қазір бүгінгі күн бар, ертеңгі бола ма болмай ма белгісіз, кешегің өтіп кетті, сонда қашан деді. Сол сөз маған қатты әсер етті. Мүмкін мен ол сөзді оған дейін оқығанда болармын, бірақ дәл сол момент, сол сөзге мен жүрегім ғашық болған. Прям өшіп қалдым да, үндеген жоқпын. Соны үлкен оймен бөлмеме келдім де, отырдым да, ертеңнен бастап намаз оқуыма не кедергі дедім. Тіпті қазірден бастап, мен білдім ол не кедергі екен, ол орамал кедергі. Вот орамал болмаса мен оқыр едім. Сосын айттым, мен егер маған орамал кедергі болса, онда ең алдымен осы кедергіні жою керек.
ертеңнен бастап намаз оқымаймын, бірақ ертеңнен бастап орамал тағамын. Мәссаған, бірінші орамал тақ. Иә. Мені қыздар осындай да болады екен. Сөйтіп, бірақ ол андай эмоциямен айтылған нәрсе еді. Келесі күні таңертең тұрған кезде ішіп түнімен ішіп таңертең ертеңгі күні болмайтын сияқты. Жоқ, мен ондай сөз айтқан жоқпын деп. Ал бірақ оның куәгерлерім болды да менің ол айтқаныма. Бұл куәгерлер болмаса мүмкін мен жоқ, мен айтқан жоқ, мен қателесіп кеткен шығармын деп істемейтін де шығармын, бірақ мен ертеңнен бастап орамал тағамын деген айтқан куәгерлерім болды. Сол үшін тағу керек болды. Өзімде жөнді киімде жоқ. Басқа бір намаз оқитын, жатақханада көп қой намаз оқитын қыздар. Солардан сұрап алдым. Сұрағанда да жай сұраған жоқпын. Олар өмірімде бірінші негізі мен бір нравоучение, әсіресе бір уағыз айтатын жерлер жақсы көрмейтін. Біртіле маған сен жаман өмір сүресің, біз жақсы өмір сүреміз деген сияқты болады да. Сосын ондай жерден қашып жүретін ұнамайды жалпы маған ондай. Бірақ ол қыздар, міне көрдіңіз бе, бұл да бір Аллахтың несі. Қалай айтсам бар, бір даналығы. Мысалға, егер мен сондай қыздарға апарса, ондай қыздар болды. Мысалға, мен онда ешқашан мүмкін айтқан шешімімнен тайып тұрар едім. Бірақ Аллах менің жолымды андай бір өте салмақты, көп нравоучение жасамайтын, саған кешіріммен қарайтын, сені өзінен жоғары санамайтын, сондай керісінше сенің алдында кішірейіп тұратын қыздарға апарды мені. Солардың мінезіне қатты бір не болды, ғашық болдым мінезіне. Олардың мен бұрын тек орамал тағатын жаман арабтарға, түріктерге еліктейтін қыз деп қарайтын едім мен оларға. Ал сол моментте мен олардың қандай көркем мінез иесі деп қарадым. Қандай күшті қыздар деп қарадым. Соларға ұқсағым келді. Олар маған киім берді. Сыйға берді ма, әлде прокатқа берді ме, есімде жоқ. Бірақ киім берді. Алдым. Шығуым керек болды. Мама, менің өмірімдегі ең бір қиын күндердің бірі болды десем де болады. Себебі мен сол күні бір жерге баруым керек болған, сағат 2-де, мен таңертең 8-ден бастап естіп тұрдым. Келгес киініп алдым, шыға алмаймын, естіп қараймын, ешкім жоқ болса жоқ па, естіп келе жатам, біреудің дауысы көтеріліп келатқан, баспалдақтан көтеріліп кеткен, қайтып бөлмеме жүгіремін, қараймын. Сосын той, Құдай-ай, ешкім таныстарынан ешкім кездеспесе екен деп. Сөйтіп әйтеуір бір сағат жүріп жатақханадан шықтым, естіп көзіме очки киіп алып, қарачки киіп алып, естіп. Сосын жолда келатқан кезде қасымда қарама-қарсы біреу келсе жүгірем талға қарай, талдардың артында естіп тұрмын. Сөйтіп жаңағы Әл-Фараби жатақханада тұрдым. Казгудың жатақханасын білетіндер, тұратындар болса білет, онда ағаш деген көп қой, бір орманның ішінде тұрып жатқан сияқтысың. Ол жерде проблема емес тығылу. Кез келген жерге тығыла салса болады да, шөптер де бар, ұзын-ұзын өсіп жатқан. Ол кезде еще стройка болып жатыр. Білмеймін, не стройка. Мына жағын салынып жатыр еді ғой. Бірдеңе салынып жатыр. Кітапхана салынып жатыр. Сондай. Бірақ енді мен Әл-Фарабиге шықтым, Әл-Фарабиде дым жоқ, білесіз ғой, андай тас жол. Бірақ ешкім жоқ. Соған келе жатыр. Бір кезде алдымнан біреу көрінді. Ужас дедім. Артқа қараймын, арттан біреу келе жатыр. Ужас. Не істеймін. Сосын бардым да шөптер өсіп тұр. Қалың емес, кішкентай шөп. Вообще оны ойлайтын жағдай жоқ. Әйтеуір мені танымаса білмесе, ол адамдар шын мәнінде мені танымайды. Мен білмеймін неге сонша олардан қорықтым, бірақ ұялдым. Соған жаңа бардым да ортасына сүңгіп кеттім, жата салдым ғой. Енді ана адамдар көрді ғой менің жатқанымды, шөпке кетіп өзіне өзі жатқанымды. Білмеймін, көрген шығар деп ойлаймын, соқыр болмаса. Ол кезде қазірге де интернет жоқ, қазір ғой өйстіп жүреміз бәріміз деген. Жан-жағымызда не болып жатқанын білмейміз. Ал ол кезде енді жан-жағымызға қарап жүреміз. Қазірге де Инстаграм жоқ, не жоқ. Сосын маған айтады, мә, не болды сізге, не болды дейді. Мен деген шоқ ұшып кетті менің байқап қалғанына. Жүре бер, кімге қыздырып отыр. Вообще бар ғой логика. Киіммен кімге қыздырып жатырмын. Сонда соны айтуға ұялмай тұрмын да, орамалмен қастарына өтуге ұялып тұрмын ғой. Сонда такой степени мен соншалықты орамалды қалай жек көргенім ба, ұялғаным ба, сондай болып тұр енді. Мүмкін анандай болған шығар, кішкенесінде басында ішінде іштей қарсылық болды ғой. Ал енді өзің тағып алып шыққаның біртүрлі ести алмаған шығарсың. Иә, сол. Мойындай алмай. Шынымен де мойындай алмаған шығармын сол. Сол сөйтіп, бірақ ол ештеңе емес. Одан кейін әйтеуір тұрып, үйтіп автобусқа міндім ғой. Автобусқа мініп екі бетім қап-қызыл ұялып тұрсам, бір Құдай-ай, ұялып тұрған сықыннай орамалын тағып алып, ана мені бір тақуа, күшті деп ойлады да,
а мен ешқандай тақуалық емес ол, мен просто өзімнің ұсқынымнан ұялып тұрмын да, ал ол ойлап тұр андай ұят иманнан дейді ғой. Сондай бір андай исламдағы ұят деп ойлап тұр да ол. Дегенмен сол күнім өтті, солай өтті. Үйге келдім, білдім жүруге болатын. Бір сол күннің соңына қарай менде андай үйрене бастадым. Бірақ енді қиындықтар да болды. Біріншіден шашым шығып кете береді. Оны еще шашым шығып кеткен маған бәрібір. Какое дело шашым шығып кетті. Оны біреулер сестра шашың шықты дейді. Сосын ондайда не істеу керек? Кешіріңіз, істеу керек. Сосын андай неге баспалдаққа көтерілесің ғой. Бір 2-3 рет қаладым андай ұзын көйлек киіп үйренбегеннен не жаңағы етегімді басып кете берем. Содан прям кейін менің құрбым мастерге ашты. Алдын істеп көтересің етегіңді де ше, түскен кезде осылай түсесің, мінген кезде. Сосын ана таққан орамал атылыс орамал болды да, құлағыңнан атылыс естілмейді. Ужас қой, өзімнің даусым онсыз да қаттыдам. Ана атылыс орамал тағып бақырып сөйлеймін ғой. Қазір ол кезде маған ешкім айтпайды да, мұндай жоқ қой, практика жоқ. Мен де алғашында сол атлас орамал тағып осы ма дедім, орамал тақсаң құлағың естімейді, өзің құлай бересің сүрініп етегіңе. Құдай сақтасын, ол кәдімгі құрбандық екен дедім. Дегенмен құрбандық болса да, қиындық болса да, мен ондай қорқытқан жоқ, білдім болатынын. Ата-анасы қалай қабылдады? Мен бірақ содан кейін Атырауға бардым. Асығып жүрген адамға. Атырауға барғанда мен орамалды артыма тағып бардым. Жабық киім болды, бірақ андай ұзын киім емес, туника, там шалбар деген сияқты нәрсе болды. Бірақ ол кезде уже намазда. Бұлар ол кезде бір үйде бір жағдайлар болады, оған қатты мән берген жоқ маған. Бірақ мен кейін кешке қарап намаз оқу үшін былай кәдімгі былай киініп шықтым ғой. Мама айтты: мынау не? Мен намаз оқып жүрмін дедім. Сосын намаз жарайды, намаз деген жақсы ғой, жақсы оқы деді. Сосын бірақ енді мындай болып киініп жүрмейтін шығарсың ваххабистер сияқты. Сосын мен қой құрсын ваххабистер сияқты, жоқ мындай болып киінбеймін дедім да. Өйткені мен шындап та сендім мындай болып киінбейтініне. Орамалды артқа тағып, туникамен, шалбармен жүремін деп ойладым. Бұндай болып киінбеймін дедім да. Бірақ солай болды. Үйге келдім. Үйге келгеннен кейін әлі де оқуыңды, зенуіңді жалғастыра бересің ғой, басқаша киіну керек екенін түсіндім. Басқаша киіну керек екенін түсініп, киініп кеттім де. Бірақ бір күні мамам соғады: сен деген анда ваххабистер сияқты киініп жүр екенсің ғой. Маған айтты сені көргендер. Мен түсімде көрдім сені сөйтіп жүргеніңді. Содан кейін басқа біреулер де айтты: сөйтіп киініп алдың ба деді. Мама айттым: жоқ, киінген жоқпын олай деп айттым. Содан білем, өтірік айтып жүрмін ғой, неге, қалай барамын деп. Сөйтіп алғашқы уақыттар үйге барғанда артыма тағып барып жүрдім. Туника киіп жүрдім. Подъезде киінетін болдым. Үйден былай шығасың да, подъезге барып былай орап аласың. Үйден шалбармен шығасың да, подъезге барып ұзын юбка киесің. Содан кейін барып көп ұзамай күйеуге шығып кеттім ғой. Бірақ енді күйеуге шыққанда қалай орамал тағып деп шыққан жоқпын. Жалпы ондайды қолдамаймын мен. Орамал тағып үшін ғана шыққанға күйеуге. Сосын күйеуім қолдады. Күйеуге шыққаннан кейін оңайырақ болды. Бірақ күйеуге шыққаннан кейін де алғашқы күндері былай басқаша барып жүрдім. Өзімнің ата-анамды ғана емес, ата-енемді де үйрету керек болды оған. Ата-енем де көп қарсы болды, тіпті өте қарсы болды, олар жалпы намазға қарсы болды. Соны айтайын дегенім, өзім кезінде низатқа қарсы болдым, кезінде өзім қалай күрестім, менімен дәл солай күрестім. Дәл сол сөздерді маған айтты. Сол сөздерге шыдауым керек болды. Сол кезінде өзім тиіскен қыздар маған қалай көркем мінез көрсетті. Мүмкін кейбіреулер дұғада жасаған шығар, Құдай біледі да, солардың дұғаларының арқасында шығар мысалға. Өзім де солай дұға жасауым керек болды. Альхамдулилля, қазір енді осылай толық киіне аламын, хиджаб кие аламын. Бірақ оның бәрі Атыраудың себебі Атырауда мүлдем басқаша киінеді. Атырауға барғаныма көп шүкіршілік етемін, себебі көп мысалға орамалы түсіріп тағу, шалбар кимей, тек қана хиджаб киіп жүру деген сияқты нәрселердің бәрін Атырауда үйрендім. Себебі Атыраудың жамағаты бұдан да строже деймін, сөйтіп киінеді. Бірақ дегенмен Алматыда болып қалсам, онда мен сөйтіп жүре бермедім. Атырауда көбісі нихаб киіп, қара киініп жүретін болғандықтан, бәрібір ортаңа қарай өзіңді ұстамды киіну керек болатынсың. Соның арқасында киімім өзгерді. Ортамның арқасында киімім өзгерді. Сосын Ару, сен андай Англияда бірнеше жыл тұрып келгеніңді білеміз. Бір жыл, иә? Бір жыл тұрып келіпсің. Сонда Англия жұрты жалпы қалай қарайды екен орамалға? Ол жақта қалай? Өте жақсы. Ол жақта проблема жоқ. Себебі
ол жақта проблема болады егер саған проблема жасаса. Керісінше мысалы сен орамалыңа бола саған проблема жасаса олармен проблема болады. Бұл мүлдем болмайды. Керісінше ол қорғалады, иә, болмайды мүлдем. Тіпті көзбен де сені жақтырмай тұрғанын көрсетуге болмайды. Жалпы Англиядағы жақсы жақтары сол өзің орамалыңмен қалай жүрсең де өзің білесің, бетіңді жапсаң да, ниқап кисең ешкім ештеңе деуге ешқандай құқығы жоқ. Ең бастысы заңды бұзбасаң, заңға жақсы қарасаң болды. Сосын мысалы мектептерде хиджабпен баруға болады, кішкентай балаларға кимешекпен. Сонымен қатар мында діни мектептер көп, католик, протестанттық. Бірақ сол жерге мысалы менің қызым католик мектебінде оқыды. Бірақ ол мысалы молитваларына қатыспайды. Халал тамақ жейді ол жақта, там жазасың халал тамақ деп. Арнайы халал тамақ. Иә, немесе вегетариан деп жазасың. Вегетариан или халал тамақ алып келеді. Сосын жаңағы құрбан айт, соларды мектепте атап өтуімізге болады. Католик мектебінде де біз атап өттік. Құрбан айт, соларды атап өттік. Балдарға сыйлық жасадық, андай хнамен сурет салдық, нелеріне қолдарына торт алып келдік, сондай. Иншалла, енді міне бүгінгі біздің сұхбатымызда сондай бір қызықты өтті. Енді Арудың оқиғасы енді барлықтарыңыздың бір езулеріңізге күлкі еріп, әсіресе алғаш орамал таққан кездегі бір өздеріңіздің құқықтарыңызды да естеріңізге түсірген шығар деген ойдамыз. Көп рахмет осылай оқиғаңды айтып бөлісіп жатқаныңа. Бір болашақта бұл біздің жобамыз Алла қаласа жалғасады. Тағы да көптеген қыздармен сұхбаттасамыз, сөйлесеміз. Жалпы орамалды қыздардың қоғамға ашық екені туралы айтқымыз келеді. Енді сондай мақсатта басталған жоба. Егер сіздердің де жаңағы оқиғаларыңыз болса, алдында да айтып кеттім, осы видеоның астында комментарийде қалдырыңыздар. Орамалға қатысты тағы да бір пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Жалпы осы көп рахмет осылай оқиғаңды айтып бергеніңе, бөліскеніңе және қызық шақырған саған рахмет. Осындай менің білмеймін қанша минутқа созылатын, бірақ 5 минутқа 10 минутқа созылса осының бәрін соңына дейін тыңдаған оқырмандарға рахмет. Сабырларыңызға дейсің. Сол бүгінге осы достар, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар міндетті түрде. Мына жақтағы міне қоңырауды басып қойсаңыздар болады, сол қоңырауды басып қойсаңыздар, менің жаңа видеом шыққан кезде сіздерге хабарландыру келіп тұрады. Осы сіздермен келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсы. Ассалаумағалейкум.